Сәлем достар, Үздік педагог каналына қош келдіңіздер. Сұрақ көп, мақсат дөп. Бүгінгі мақсат Абай әлемі интеллектуалды ойынымен таныстыру. Суреттердің барлығы жасанды интеллект арқылы жасалды. Интернетсіз ойнала беретін ойындардың бірегейі, сондықтан лайк басып комментарий жазыңыздар. Абай әлемі ойыны ғылымды, ақылды сақтайтұғын мінез деген сауыт болады. Сынып үшке бөлінуі мүмкін. Бұны ата-аналармен де ойнатса болады. Яғни ұлттық сана бірді таңдасақ, Абайдың атасы кім? Дұрыс жауап орнынан жылжиды, ал егер қате жауап таңдаса, сыртқа шығады. Қайтып келеміз. Сол кезде таңдалған ұяшық қызыл түске боялады. Ұлттық сана дұрыс жауап берген болса, ұлттық сана дегенді басқан кезде мына жерге 1 ұпай еншіленеді. Әрі қарай бірінші бағаның үшін таңдалық делік. Абайдың анасының аты кім? Ұлжан. Қате жауап ұлпан болса, сыртқа шығады. Төменгі жақтағы қызыл бағыттауыш сызықты символды басып, басты бетке ораламыз. Қайтадан 3 қызыл түске боялды. Келесін таңдайық. Абайдың негізгі туындысы роман, эпопея, қара сөз. Кері қайтамыз. Боялды. Ұпай еншілеп отыруға болады. Мысалы, екінші бағандағы екінші сұрақ. Абайдың алғашқы өлеңі кімнің атынан жарияланды? Көкбай. Кері қайтамыз. Мысалы, үшінші бағандағы екінші сұрақ. Абайдың немере інісі Шәкәрім. Бұл сұрақтарды өздеріңіз ауыстырып алсаңыздар да болады. Төмендегі көрсетілген телефон нөміріне хабарласыңыздар. Абай қайда, кімнен білім алды? Қарқаралы Ахмет Риза дейік. Дұрыс емес, Өскемен Ахмет Риза, Семей Ахмет Риза. Әрі қарай 5-ті таңдайық. Екінші бағаның Евгений Онегин негізі кімнің туындысы? Пушкиндікі. Әрі қарай 4-ті таңдайық. Абай жолының авторы Әуезов. Боялып тұрған өздеріңіз көре аласыздар. Тағы да солай ұлттық болмыс тобына ұпайларды еншілеуге болады. Ойынның шартын өздеріңіз өзгерте аласыздар деген сияқты. Екіні таңдайық. Абайдың әжесі Зере. Көбінесе дәл осы дайын күйінде бастауыш сынып оқушыларына пайдалануға келеді. Ал жоғары сыныптарға сұрақтарын өзгертсе болады. Жесі үстінде жарығай дейді. Қайтамыз. Ұлттық сана 4 таңдайық. Абайдың руы тобықты. Кері қайтамыз. Боялып тұр. Абайдың әні 8 аяқ. Үшінші бағандағы 3-ті таңдайық. Қыз өлеңіндегі басты көркемдегіш тәсілі қандай? Әрине, олицетворение, кейіптеу. 1-ді таңдайық. Абайдың Жидебай қыстағы неге әйгілі? Алғашқы өлеңін жазған, соңғы жылдарын өткізген. Әрине. Және соңғы сұрақ 2-ші бағандағы. Абайдың неше баласы болған? 10 қыз 3 ұл. Дұрыс емес, 10 ұл 3 қыз дейді. Дұрыс. Кері қайтамыз. Мінекей осындай ойын. Егер де ұнап жатса, телефон нөміріне хабарласа қойыңыздар. Сау болыңыздар. Лайк, комментарий сіздерден болсын.